Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 3-ші сынып математика 32-ші сабақ. Тақырыбымыз формулалар. Сабағымызды бастамас бұрын видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, е. Сен шамалардың формуласын түсінуге үйренесің. Бірінші есепке қарайық. Достарыңмен ойна. 6-ның кестелік жағдайы мен оның жауаптары жазылған қиық қағаз ал. Кім кестені жақсы біледі? Бірге тез шығара алдыңдар ма? Себебін түсіндір. Бізде қиық қағазда 6 көбейту 6, 36, 6 көбейту 7, 42, 6 көбейту 8, 48, 6 көбейту 9, 54. Енді бөлу амалын орындайық. 48 бөлу 6, яғни 6-ның көбейту кестесін білсек, шығару оңай. 8, 36 бөлу 6, 6, 54 бөлу 6, 9, 42 бөлу 6, 7 болады екен. Екінші есепке қарайық. Әр есеп үшін қай формуланы пайдаландың? Түсіндір. Бізде 3 формула берілген, яғни міне формула деп жазылып тұр. Заттың құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтеміз. Бағасын табу үшін құнына санын бөлеміз. Санын табу үшін құнына бағасын бөлеміз. Яғни бізде кестеде осы формулаға байланысты есеп берілген. Яғни қағаз қыстырғыш суретте 5 теңге, біреуі 5 теңге, 7 дана алсақ, құны қанша болады? Яғни шығарайық А есептеп, бір қыстырғыштың бағасы 5 теңге, 7 қыстырғыш қанша теңге болады барлығы? Шешуі біз мына формулаға сүйене отырып шығардық. Құнын табуымыз керек, яғни барлығы қанша ақша жұмсалды, соны табуымыз керек. Ол жерде біз бағасы мен санын көбейтеміз. Яғни 7 көбейту 5 тең 35. Жауабы сонда 7 қағаз қыстырғыштың құны 35 теңге болады екен. Енді А есебін шығарайық. Бізде кетіргіш, яғни өшіргіш суретте өшіргіш. Бағасы 7 теңге, саны белгісіз, құны 42 теңге кетті барлығына. Демек біз формула, мына формуланы шығарамыз, яғни санын табуымыз үшін құнына бағасын бөлеміз. Сонда 42 бөлу 7 тең 6 болады. Сонда бізде жауабы 42 теңгеге 6 қыстырғыш сатып алынды. Кестедегі 3-ші есеп Б деп жаздық. Бұл жерде дәптер берілген. Бағасы белгісіз 6 дана 48 теңгеге алынды. Яғни біз мына формулаға саламыз. Бағасын табуымыз керек. Құнына санын бөлеміз. Яғни бізде құны 48 кетті барлық құны, саны 6. 48 бөлу 6 тең 8. Жауабы бізде бір дәптердің бағасы 8 теңге. 3-ші есепке қарайық. Біздің сыныптың оқушылары жинап алынған өнімді есептеуге көмектесті. Бізде формула берілген. Мына жерде формула ЖМ дегеніміз жалпы масса. М деген масса, С деген себеттің саны. Яғни бізде суретте 6 килограммнан 5 себет берілген. Осы сурет бойынша біз есеп шығарамыз. Формула берілген. Міне формулаға салып шығарамыз. Жалпы массаны табу үшін массаға санын көбейтеміз. Массаны табу үшін жалпы массаны санына бөлеміз. Санын табу үшін жалпы массаны массаға бөлеміз. Кестеде есеп берілген, А деп алайық. А есепте, міне, бір себетте 6 килограмм, себеттің саны 5, жалпы массаны табуымыз керек. Жалпы массаны табу үшін масса көбейтеміз санына. Сонда бізде 6 көбейту 5 тең 30. Сонда себеттердің жалпы массасы 30 килограмм болады. Енді А есепке қарайық. Бізде бос төргөз берілген, өзіміз ойымыздан сан қойып, есепті шығарайық. Бір себеттің массасы 7 килограмм деп алайық. Бізде саны белгісіз, санын табуымыз керек, яғни жалпы массасын 56 деп алайық.
56. Санын табу үшін жалпы массаны бөлеміз. Сонда 56 бөлу 7 тең 8. Жауабы оқушылар 8 себет жинады. Енді Б есепке қарайық. Б есебінде бір себеттің массасы бізде белгісіз. Себеттің саны біз 9 деп алайық. Жалпы массасы 63 килограмм деп алайық. Енді біз бір себеттің массасын табу үшін жалпы массаға санын бөлеміз. Сонда 63 бөлу 9 тең 7 болады. Жауабы бір себеттің массасы 7 килограмм. Келесі есеп, төртінші есеп. Есепті шығар, формулаларды қолданып, берілген есепке кері есептер құрастыр. Яғни біз берілген есепті шығарамыз, және кері есептер соған байланысты шығаруымыз керек. Балалар өнімді бірдей жәшіктерге жинады. Бір жәшікке 9 килограмм өнім сияды. Егер жиналған өнімнің массасы 54 килограммға тең болса, онда олар неше жәшік өнім жинады. Яғни біз санын табуымыз керек. Жазамыз. Бір жәшікте 9 килограмм бар. Жалпы 54 килограмм жиналды. Неше жәшік жиналғанын табуымыз керек. Яғни санын табуымыз керек. Себеттің мысалы санын табу үшін біз санын табуымыз үшін жалпы массаны бөлеміз массаға. Сонда 54 бөлеміз 9 тең 6. Жауабы олар 6 жәшік өнім жинаған. Енді кері есептер құрастыратын болсақ, бір жәшікте 9 килограмм 6 жәшік жинады. Енді жалпы массасын табуымыз керек. Біз жалпы массасын табу үшін масса мен санын көбейтеміз. Яғни 9 көбейту 6 тең 54. Олай болса жауабы олар 54 килограмм өнім жинаған. Тағы да кері есеп шығарамыз. 6 жәшік жиналды. Жалпы массасы 54 килограмм. Қанша жәшік жиналғанын біз табуымыз керек. 6 жәшік екенін белгілеп, бір жәшікте қанша килограмм екенін табуымыз керек. Сонда біз массасын табамыз. Массаны табу үшін біз жалпы массаға санын бөлеміз. Сонда 54 бөлу 6 тең 9. Жауабы бір жәшікке 9 килограмм өнім. Бесінші есеп, амалдардың орындалу ретін анықтап, оларды есепте. Яғни бірінші, қайсысы бірінші орындалады, соны анықтаймыз. Яғни бөлу бірінші, екінші, үшінші. 54 бөлу 6 бізде 9. 5 көбейту 7, 35, екеуін қосқан кезде 44. Келесі, бірінші жақшаның іші орындалады, екінші, үшінші. 24 қосу 6, 30, бөлеміз 5-ке 6, 6-ға 2-ні қоссақ 8. Бірінші жақшаның іші орындалады, екінші, үшінші. 45 жақшаның іші 9 шығады, 45-ті 9-ға бөлеміз 5, 27-ні қоссақ 32. Жақшаның іші орындалады, бірінші, екінші, үшінші. 37-ден 17-ні азайтсақ 20, 12-ден 8 азайтсақ 4, 20 бөлу 4 тең 5 болады. Келесі бізде бірінші, екінші, үшінші. Яғни 6 көбейту 5, 30. 32 бөлу 8, 4. 30 бөлу 4. Яғни 30 қосу 4 тең 34. 67. Біз бірінші, қайсысы бірінші орындалады жазып алайық. Бірінші, екінші, үшінші. 67 қосу 29-ды жазамыз. 5-ті 7-ге көбейтсек 35. 67 қосу 29 тең 69, азайту 35 тең 61. Келесі бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Жақшаның ішінде екі амал, біз көбейтуді орындаймыз, сосын азайтуды орындаймыз, сосын жақшаның ішін орындаймыз. Жақшаның іші 60, азайту 12 болады. 60-тан 12-ні азайтсақ 48, 48-ден 39-ды алсақ 9 болады. Жақшаның ішін бірінші орындаймыз. Бірінші, екінші, үшінші. 300-ді жазамыз. 36 бөлу 4 бізде 9. 9 қосу 38.
300, жақшаның іші 47 шықты, 253 шығады. 300-ден 47-ні азайтқан кезде. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Яғни бұл жерде 4 амал берілген. 8 қосу. 8-ді жазамыз, қосу. 45-ті 9-ға бөлсек бізде 5 қосу. 7-ні көбейтеміз 3-ке 21, яғни 8 қосу 5 қосу 21 тең 34 саны шықты. Келесі бізде бірінші жақшаның іші, екінші, үшінші. 7 көбейтеміз, жақшаның іші 4 шықты. 7 көбейту 4 бізде 28 қосу 29 тең 57. Жақшаның іші бірінші, екінші, үшінші. 90 азайту 40, 40 ол жақшаның іші, бөлеміз 8-ге. Енді жазамыз 90 азайту, 40-ты 8-ге бөлсек 5, тең 85. 22 қосу 5 көбейту 8, бірінші көбейту, екінші, үшінші, төртінші, яғни 22 қосу 40, 40 дегеніміз 5 пен 8-дің көбейтіндісі, қосамыз 9-ға. 9 дегеніміз 27 бөлу 3. Енді 22 қосу 40 қосу 9 бізде тең 71. Алтыншы есеп, суретке және формулаларға қара. Суреттің мағынасы және формулалардағы әріптер нені білдіретінін түсіндір. Біздің сынып емшіл, біз жарысқа қатысамыз. Жарысқа арнап киім тіккіздік дейді. Міне жерде қарайық, иә. Ш деген жалпы бұйымға кеткен материал шығыны. Ш деген бір бұйымға кеткен материал шығыны. С дегеніміз бұйымның саны. Егер біз есепте ЖШ дегеніміз бізде жалпы шығын. Жалпы шығынды табу үшін шығын мен санын көбейтеміз. Шығынды табу үшін жалпы шығынды санға бөлеміз. Санды табу үшін жалпы шығынды шығынға бөлеміз. Сонда есебіміз дұрыс шығады. Келесі 7-ші есеп. Есептің берілуін кестеге жаз. Формуланы пайдаланып есепті шығар. А есебіне қарайық. 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмі шығады. Бір костюмге қанша метр мата қажет? Яғни біз бір костюмге қанша шығын кетті, соны табуымыз керек. Жалпы 6 метр шығын және 3 дана костюм тігілді. Жазамыз, 3 дана костюмге 6 метр мата кетті. Бір костюмге қанша метр шығын кетті табуымыз керек. Шешуі шығынды табу үшін жалпы шығынға бөлеміз санын. Сонда 6 бөлу 3 тең 2. Жауабы бір костюмге 2 метр мата қажет. Ә есепке қарайық. 6 метр матадан бірдей балалар костюмі тігілді. Егер бір костюмге 2 метр мата жұмсалса, онда неше костюм тігілген? Яғни бізде шығын 2 метр, саны белгісіз, санын табуымыз керек. Жалпы шығын 6 метр. Жазамыз, бір костюмге 2 метр шығын кетті. Жалпы шығын бізде 6 метр. Енді қанша костюм тігілді табуымыз керек. Санын табу үшін жалпы шығынды шығынға бөлеміз. Яғни 6 бөлу 2 тең 3. Жауабы 3 костюм тігілген. Б есебіне қарайық. 3 бірдей балалар костюмі тігілді. Егер бір костюмге 2 метр мата жұмсалса, онда барлығы неше метр мата жұмсалды. Яғни бізде шығын 2 метр, саны 3 дана, жалпы шығын белгісіз. Жалпы шығынды табу үшін біз шығынды санына көбейтеміз. Яғни 2 көбейту 3 тең 6 болады екен. Жауабы барлығына 6 метр мата жұмсалды. Келесі 8-ші есеп. Есепті шығар, қандай формулаларды қолданар едің? Егер 6 метр матадан 3 бірдей балалар костюмі тігілсе, 12 метр матадан осындай қанша костюм тігуге болар еді? Яғни біз 3 костюмге 6 метр мата жұмсалған. Біз бірақ бір костюмге қанша шығын шықты? Біз бірінші соны табуымыз керек. Мына жерде шығын табуымыз керек. Сонда шығынды табу үшін жалпы шығынды бөлеміз санына. Сонда жалпы шығын бізде 6, саны 3, 6 бөлу 3 бізде 2 болды. Сонда бір костюмге 2 метр шығын кеткен.
Келесінде бізде мына жерде шығын 2 метр болды. Енді санын табуымыз керек. 12 метр жалпы шығын. Бір костюмге шығын 2 метр, біз санын табуымыз керек. Санын табу үшін жалпы шығынды бөлеміз шығынға. 12 бөлу 2 тең 6. Жауабы 12 метр матадан осындай 6 костюм тігуге болар еді. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.